тармағына сәйкес Зайсан аудандық мәслихаттың кезекті 48-ші сессиясын өткізуге болады. Орын бар. Аудандық мәслихаттың кезекті 48-ші сессиясы ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? Ашылсын деген ұсынысты дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Аудандық мәслихаттың кезекті 48-ші сессиясы ашық деп жариялаймын. Сессия хаттамасын жазу үшін редакциялық және дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын сайлап алайық. Редакциялық комиссия құрамына депутаттар Осман Бейбек Кеңесхан, Субай Басқар Бақытбекұлы, есеп комиссиясы құрамына депутаттар Ахметжан Мамадов, Жұмашқызы, Баяхметов, Олжас Баяхметов сайлансын деген ұсыныс жасайық. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса аталған депутаттар үшін дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бүгін сессияның күн тәртібі бекітілуі керек. Күн тәртібі туралы шешім жобалары қолдарыңызда. Сессияның күн тәртібінде қандай ұсыныс бар? Күн тәртібі шешім жобасы бекітілсін деген ұсынысты дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Күн тәртібінде мәселелер бойынша баяндамашыларға 8-10 минут, әртүрлі мәселелер бойынша хабарламашыларға 5-8 минут, жарты сөзге шығушыларға 5-8 минут, анықтама берушілерге сессия соңынан кейін 3 минут беріледі. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса, бүгінгі сессия осындай жұмыс регламенті бекітілсін деген ұсыныс дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан бекітілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Зайсан ауданы бюджетін атқару туралы есепті бекіту туралы баяндама жасау үшін аудандық экономика және қаржы бөлімі басшысы Көшкенова Байгүл Кенжебаева бөлімге шақырып сөз беріледі. Құрметті депутаттар, баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, сұрақтар қойылған, баяндаманы қайта тыңдауды қажеттігі бар ма? Жоқ болса, баяндама тоқтатылсын деген дауыс ұсынысын қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Айлма Кенжебаев орынға болады. Осы мәселе бойынша жарты сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса, жарты сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс беріп, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша құрметті депутаттар, шешім жобасы қолдарыңызға таратып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныстар болды ма? Жоқ па? Жоқ болса, осы мәселе бойынша шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс беріп, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қалды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Айналақ ауылдық округінің бюджеті туралы атқарылды есеп бекіту туралы баяндама жасау үшін Айналақ ауылдық округінің әкімі Матанов Айбек Бақытбекұлы бөлімге шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттігі бар ма? Жоқ болса, дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, сұрақ тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Айбек Бақытбекұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарты сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса, жарты сөз тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша құрметті депутаттар, шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасын өзгеріс жасау болды ма? Жоқ па? Жоқ болса, осы мәселе бойынша шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Біржан ауылдық округінің бюджетін атқару туралы есеп бекіту туралы баяндама жасау үшін Біржан ауылдық округінің әкімі Ошақбаев Бақытбекұлы бөлімге шақырып сөз беріледі. Құрметті депутаттар, баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, баяндаманы қайта тыңдауды қажеттігі бар ма? Жоқ болса, дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Дидар Бақытбекұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарты сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса, жарты сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасы өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ па? Онда осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Зайсан қаласының бюджетін атқару туралы есепті бекіту туралы баяндама жасау үшін Зайсан қаласының әкімі Таусар Ринат Әлиевті бөлімге шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, баяндама қайта тыңдауды қажеттігі бар ма? Жоқ болса, дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Қабылданды. Ринат Әлиевті орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарты сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса, жарты сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс
тәртібіндегі 5-ші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Дайыр ауылдық округінің бюджетін атқару туралы есепті бекіту туралы баяндама жасау үшін Дайыр ауылдық округінің әкімі Исанов Нұржан Бауыржанұлын еңбекке шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдау қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылды деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Нұржан Бауыржанның орнында отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыссөздер бар ма? Жоқ па, жарыссөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша редакциялық комиссия шешім жобасын шығаруымыз керек. Шешім жобасын қолдарыңызға таратылып берілген. Басқа редакциялық комиссия шешім жобасын өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы бекітілсін деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі 6-ші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Қарабұлақ ауылдық округінің бюджетін атқару туралы есепті бекіту туралы баяндама жасау үшін Қарабұлақ ауылдық округінің әкімі Итжанов Айдар Қадырбекұлын еңбекке шақырып сөз беріледі. Құрметті депутаттар, баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Баяндамашы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Айдар Қадырбекұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыссөзге шығарып деушілер бар ма? Жоқ болса жарыссөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Құрметті редакция комиссиясы шешім жобасына депутаттар шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма редакциялық комиссия? Жоқ па? Жоқ болса осы мәселе бойынша шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджетін атқару туралы есепті бекіту туралы баяндама жасау үшін Қаратал ауылдық округінің әкімі Сайын Мереке Қайырұлы еңбекке шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Мереке Қайырұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыссөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарыссөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы мәселе бойынша шешім қабылдансын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі 8-ші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Кеңсай ауылдық округінің бюджетін атқару туралы есепті бекіту туралы баяндама жасау үшін Кеңсай ауылдық округінің әкімі Смайылов Астан Серікұлы еңбекке шақыртылып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Астан Серікұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыссөзге шығушылар бар ма? Жоқ па? Жарыссөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Құрметті депутаттар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс енгізу жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ па? Жоқ болса, онда осы шешім жобасы бекітілсін деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі 9-ші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Сарытерек ауылдық округінің бюджетін атқару туралы есепті бекіту туралы баяндама жасау үшін Сарытерек ауылдық округінің әкімі Келшік Еркебұлан Шақпақұлын еңбекке шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Еркебұлан Шақпақұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыссөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарыссөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Құрметті депутаттар, шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ па? Жоқ болса, осы шешім жобасы бекітілсін деген ұсыныс дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі
mesele boyunca 2025 жылға арналған Шілікті ауылдық округінің бюджетін атқаруды есеп бекіту туралы баяндама жасау үшін Шілікті ауылдық округінің әкімі Қуаныш Төлеуханұлы еңбекке шақырып сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған баяндаманы қайта тыңдаудың қажеттігі бар ма? Жоқ болса дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқталсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Қуаныш Төлеуханұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарты сөйлеушілер бар ма? Жоқ па? Жоқ болса жарты сөз тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша құрметті депутаттар шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс енгізу жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы бекітілсін деген ұсыныс дауыс қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі 11-ші мәселе бойынша агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамыту мәселелері бойынша аудандық жер қатынастар бөлімінің атқарып жатқан жұмыстары туралы баяндама жасау үшін Зайсан аудандық жер қатынастар бөлімі басшысы Қайрат Қойбеков еңбекке шақырып сөз берді. Ауыл шаруашылығы мақсатында арналып берілген жердің көлемі 642.132 гектар, елді мекен жерлері 67.765 гектар, өнеркәсіп және басқа да ауыл шаруашылығы мақсатына арналмаған жерлер санатында 5.332 гектар, орман қорының жері 88.077 гектар болған. Бірақ өткен жылдан бері осы үкіметтің тапсырмасы бойынша орман қорының жерлерін түгендеу жүргізу барысында қосымша 576 гектар орман қорының жеріне қосылатын болды. Енді құжаттары әлі де жасалады. Әзірге жергелерінің құжаттарын рәсімдеген жоқ. Су қорының жерінде 571 гектар. Енді 25-ші жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін жалға беру мақсаты бойынша 12 конкурстық комиссия отырыстары ұйымдастырылды. Қорытындысы бойынша жалпы ауданы 16.843 гектар жер учаскесі 82 адамға 10 жылға жалға берілді. Жалпы 33 жер комиссиясы өткізілді. 394 өтініш қаралды, 160 адамға 1880 гектар шабындық жер берілді. Енді осы жер комиссиясының қорытындысы және жерге орналастыру жобасының бекіту бойынша жыл басынан бері 417 аудан әкімдігінің қаулысы дайындалды. 385 жерге орналастыру жобасы бекітілді. Енді кәсіпкерлік мақсатта жер учаскелерін жеке меншікке сатуды аудан бюджетіне 24 жылы 30 миллион теңге болса, ал 25 жылы 27 миллион 900 мың теңге кіріс кіргізілді. 23 участок аукционға шығарылған, соның нәтижесі осындай. Енді 25 жылдың басында осы жер учаскелерінің аудан қорына қайтаруға берілген жоспар 17 мың гектар болып тапсырма берілген болатын. Жоспар артымен орындалып, жалпы аудан 860 гектар жер учаскесі аудан қорына қайтарылды. Енді биылғы 26 жылға осы аудан қорына жер учаскелерін қайтаруға берілген жоспар биылға төмен беріп отыр, 4 мың гектар беріп отыр. Қазіргі күнде ол жоспарды орындап қойдық, жыл аяғына дейін тағы орындалады. Қазіргі уақытта қайтарылған жерлердің ауданы 4080 гектар. Енді ары қарай да осы атқарылған жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Қысқаша ақпараттың болсын. Рахмет. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Иә. Бізде бекетті. Қоғам жайында шекарасы анықталып берілген жұмыстар басталып кетті, сол аяқталмады.
кемшіліктерді түзетіп қайта мерзімдерді осы мәселелерді өзінің қайта алған болатын. Олар сол жобаны дайындаушыға қайтадан бердік. Олар осы өткен аптада сол біраз кемшіліктерді түзетті. Оны біз қабылдадық. Енді ар жағында сонымен қатар ветеринар бөлім дейміз ғой. Иіссіз мал сонда соның мәліметтерді түгел ішіне енгізу керек екен. Персонально әрбір адам басына еді. Сол мәліметтерді неге берді, соны неге таблицаға енгізуіміз керек. Сол жұмыс енді аяқталмай тұр. Ары кетсе 2 апта айтасы осы 10 шақты күннің ішінде оны аяқтаймыз. Сол неден кейін бар. Осы арнайы ашық НПА дейді ғой. Соған жариялап бар, бойынша насихатқа беруге береміз. Ол енді осы 26-шы, 30-шы жылдарға арналған 5-ші басқару жоспары. Басқа сұрақ бар ма? Менде мынандай сұрақ бар еді. Бізде мына жер комиссиясы жерді беру, жаңағы жерді созу, шабындық жер, жайылымдық жерлер бар. Соның жаңаша бағыттар шықты ғой. Балмен есептеу техникасы бар. Кейбір адамдар сол өз жерлерін пайдаланып отырған алынмай қалып жатыр. Енді сіз және заңға сүйенесіз, мемлекеттің жаңағы заңы бар, балық жүйесі бар. Отырған комиссия сол балық жүйенің берілгенін қарайды, немесе жаңағы қиын жағдайға түскен кезде комиссияның басқа комиссияның құзыретінде жоқ балық жүйені салып береді. Онда қаншама адамдар жиын ала алмай қалып жатыр. Осы уақытқа дейін сіздер сонымен комиссия өткізіп жатсыздар. Қанша пайыз адамдар өзінің пайдаланып жүрген жиын ала алмай жатыр? Басқа адамдар Өздерінің бұрын алған жерлерін қайтадан өздеріне алынбай қалған оқиғалар ондай көп емес. Енді 4-5 жылға шығар. Бұл енді жаңағы өзің айтып отырған бұл конкурсқа қаралған демнелер ғой. Өйткені бір маусымда жайылымдыққа деп берілген, ол конкурсы берілетін, оның максималды сроғы 5 жыл болатын. Жайлауға берілген жерлердің 95% деп айтады, 100% болмаса да олар сондаймен берілген болатын. Бірақ қайтадан берілгенде ол бір конкурсқа ұсынылған жоқ, конкурс арқылы бересіңдер деді. Ол алғашында ол азаматтардың өз жерлерін ала алмай қалған себебі, как раз өзіңіз айтып отырғандай жаңағы техникасы, мал басы деп отырсыз ғой. Ол ереже былтыр ғана жаңадан оның алдында ол ережелер болған жоқ. Оның алдында комиссия жалпы инвест сумманың соның қорытындысына қарап, егер де неге сондай кімдік артық болса, сол артық болған алатта, егер де барлығының инвест суммасы бірдей болатын болса, онда комиссия мүшелерінің дауыс беру арқылы неге анықтайтынбыз. Енді бұл жерде инвест сумма қарап отырсақ, конкурсқа түскен адамдардың бәрінікі бірдей, барлығы мейлінше жоғары балалардың инвест сумма жазады. Сол бойынша бірдей балл алуда комиссия мүшелерінің ашық дауыс берумен немесе өткен болады. Бұл жерде кейбіреулердің өздерінің жерін алынбай қалған себебі бұл жерде мынандай болды. Кезінде 2005 жылға дейін ауылдық жерлерде ешкім, даже жайылымдық жерді, шабындық жерді көп ешкім босақ жасап алмай қойды. Сол кезде мысалы жердің бәрі бос болған кезде кімде қаражат бар, кімдер солар өздеріне қосымша мал өсіріп, олар мысалы заң бойынша қай округтың жерін аласың, ол бәрі ол жердің бәрі босалқы жер, запастағы жер болып саналады, содан алған болатын. Допустим, мысалы Зайсан қаласының кәсіпкері мысалы дайырда қыстауы бар, сол жерде мал ұстап отырса, оның жайлауы дайырдан да, немесе Түржаннан да, немесе Қараталдың да, тағы басқа жерлерден немесе алып жатыр. Сондай жерлерден мысалы жаңағы мен айтып отырғандай, мысалы 3-4 адам сол дауыс беруге келгенде комиссияның құрамында ауыл әкімі мен қоғамдастығы бар ғой. Содан кейін депутаттар, олардың несімен ол негізі, допустим, бұрын айтайық, дайырдың немесе Зайсанның адамы Сатерек, Зайсан совхозының жерінде болған жерден алса, ол жерге дауыс беруге келгенде Сатеректің әкімімен, мысалы қоғамдастығы, содан кейін кейбір депутаттар жоқ, бұрынғыша өз совхоздың жері өзінің адамдарында бересіз деген сондай пікірде болған, сонымен көпшілік дауыс өз адамдарына берді жаңадан. Ал енді бұрыннан пайдаланып отырған адам жерден айырылып қалды. Жақсы, рахмет. Басқа сұрақтар бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтасын деген ұсыныс дауыс беріп жақтап, қарсы қалысқаннан жоқ рахмет. Депутаттың орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөйлеушілер бар ма? Жоқ болса жарыс
жоқ па? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қояйын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Қабылданды. Күн тәртібіндегі 12-ші мәселе бойынша агроөнеркәсіп кешені және ауылдық аумақтарды дамыту мәселелері бойынша аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі атқарып жатқан жұмыстары туралы баяндама жасау Зайсан аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі басшысы Галина Қайрат Нәбиеваға шақырып сөз беріледі. Құрметті Еркебұлан Серікұлы, Асхат Ақымғалыұлы және жиынға қатысушылар, делегаттар, аудандарды агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамыту мәселелері бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы Зайсан ауданының жалпы жер көлемі 1,44,424 гектарды құрайды. Оның ішінде жайылымдық 753,129 гектар, шабындық көлемі 58,863 гектар. Егістік алқаптың жалпы көлемі 29,308 гектар, оның ішінде суармалы егістіктің көлемі 22,734, ал бағалы түрде суармайтын 6,534 гектарды құрайды. Ауданда ауыл шаруашылығы саласында 1534 шаруа алаптары мен жеке кәсіпкерлерді етуде, олардың ішінде 404 шаруа қожалықтары мал шаруашылығымен айналысады, сондай-ақ 7 ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі мен 10 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мал өсіруде. 2026 жылғы 1 қаңтарда ауданда 72,958 жасар, оның ішінде 40,540 бас сиыр, 91,866 бас қой ешкі, 49,927 бас жылқы және 19,552 бас үй құстары тіркелді. Өткен 2025 жылдың 1 қаңтарында аудан аумағында 69,625 бас ірі қара, оның ішінде 38,724 бас сиыр, 89,946 бас қой ешкі, 49,811 бас жылқы, 19,412 бас үй құстары есепке алынған. 25 жылғы 1 қаңтардағы есептік кезеңмен салыстырғанда ірі қара 3,333 басқа немесе 4,8%, сиырлар 1,816 басқа немесе 4,7%, қой ешкі 1,920 басқа немесе 2,1%, жылқылар 116 басқа немесе 2,2%, үй құстары 140 басқа немесе 7% артты. Ауыл шаруашылығы өнімдері өндіру бойынша 2025 жылы жыл көлемінде ауданда 14,306 тонна ет, 17,639 тонна сүт, 2,239 пайызын қатырылысы, 2024 жылы 13,945 тонна ет, 16,998 тонна сүт өндіріліп, 2,149 дана ауылдың қасалында, 2,23,5 тонна қой жүні, 32,280 дана ірі қара және 88,314 дана ұсақ мал ірілері өндірілді. 2025 жылдың есептік кезеңмен салыстырғанда ет өндіру 361,6 тонна немесе 2,6%, сүт өндіру 4,3%, тауық жұмыртқасы 4,2% артты. 2025 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 30,849,5 миллион теңгені құрап, 24 жылмен салыстырғанда 12,3% артты. Ауыл шаруашылығының физикалық өнім индексі 99,2% құрады. 2024 жылы бұл 81,7 болған. 2025 жылы ауыл шаруашылығы саласындағы негізгі сыртқы капиталға салынған инвестициялар көлемі 848,6 миллион теңгені құрады. Аталған көрсеткіш 2024 жылдың есептік кезеңмен салыстырғанда 161,9 миллион теңгені құрап, 23,6% артты. Мал шаруашылығы саласының өзекті мәселесі малдың сапасын жақсартып және
8% көлемінде болды. 2025 жылға тұқымдық түрлендірумен қамтылуы тиіс аналық жоспарлы мал саны 17.637 бас, жыл көлемінде орындалған 5496 бас, немесе 16,5% құрайды. Тапсырманың орындалмауының басты себебі шаруашылықтарға есептік үнемінің алынбауы. Осы себепті түрленген малдар, аналық малдар ИАС бағдарламасына кіргізілмей есепке алынбай қалу фактілері болды. Ауыл шаруашылық салаларын қолдау шаралары. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2009 жылғы наурыздағы асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытудағы мал шаруашылығы өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы бұйрығының 108-ші бұйрығының негізінде 2025 жыл көлемінде асыл тұқымды бұқа, асыл аналық малдар және аналық малдарды асылдандыруға орай селекциялық жұмыстар атқарған елді шаруашылықтарға 1083-іне 100.835.000 теңге субсидия төлемі мақұлданды. Шаруашылықтар аталған қаржы 2026 жылдың асқан наурыз айларында төленіп жатыр. Ал 2024 жылы аудан бойынша асыл тұқымды бұқа, аналық малдар және аналық малдарды асылдандыру селекциялық жұмыстарын атқарған 202 шаруа қожалығының 254 өтінішіне 208.600 миллион теңге субсидиясы төленді. Жоғарыда аталған бұйрыққа сәйкес субсидия төленген мал басы төленген мал басы 2 жыл сақталуы тиіс. Жаңа субсидия алудың жаңағы шартына байланысты. Алайда 2025 жылдың тамыз айында Шығыс Қазақстан облысы бойынша жүргізілген ішкі мемлекеттік аудит департаментінің тексеру қорытындысы бойынша Зайсан ауданындағы қалалық округтердегі 32 шаруа қожалықтары, бір өндірістік кооператив, 2 жеке кәсіпкерлік нысандары 2023-24 жылда сатып алынған 803 бас асыл тұқымды бұқа, аналық малдар және селекциялық жұмыстармен асылдандырылған малдарды сойылып немесе сатылып кету, иесінің ауысуының салдарынан субсидия шарты сақталмаған деп танылып, мал иелеріне аталған мал басына төленген 15.325.000 теңгенің қаржысын қайтаруға жұмыстар атқарылды. Соттың шешімімен осы қаржы қайтарылып жатыр. Қазір соттың 2 отырысы өтті, 3 отырысы жақын арада қайтарылған болады. Аталған шаруашылықтар жетекшілерімен жүргізілген түсіндірме жұмыстарының нәтижесінде есептік кезеңде 19 шаруашылық нысандары 240 бас малға төлеген 5.080.000 теңгені үкіметке қайтарды. Қазіргі уақытта субсидия қаражатын төлемеген жеке кәсіпкер және 15 шаруашылық құрылымы берілген ұйымдармен келіспей, соттың шешімімен келіспей 2026 жылы 11 және 26 ақпанда өткен Шығыс Қазақстанда мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сот процестерін дәлелді құжаттарын ұсынып, сот процесі барысында судьяға түсініктемелерін жеткізді. Енді кезекті сот отырысы алдағы уақыттарда ұсынылады. Қазагроқаржы акционерлік қоғамының ауыл шаруашылығы машина трактор паркін жаңғырту және өнімді мал сатып алуға бағытталған игілік аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының несиелік бағдарламалары бойынша 2024 жылы аудан бойынша 11 шаруа қожалықтарының жеке кәсіпкерлерге 45 түрлі ауыл шаруашылығы техникаларын алуға өтілген 16 түрлі маркадағы тракторлар мен 29 ауыл шаруашылық техникалары 235,3 миллион теңгеге сатып алынды. 2025 жыл 24 шаруа қожалығы және жеке кәсіпкерлер осы қоғамға 37 түрлі ауыл шаруашылық техникаларын алуға өтінген 20 түрлі ең қызы маркалы тракторлар, 10 ауыл шаруашылық техникалары 354,9 миллион теңгеге сатып алынды. 2026 жылы аталған бағдарлама арқылы тұрғындардың мүмкіндіктер енгізуін ұсынды. Осы тұрғыда игілік бағдарламасы арқылы ауданда қазіргі уақытта 19 шаруа қожалығы 293 бас асыл тұқымды қазақтың ақтас сиыры мен жабайы тұқымды ірі-қара малдарын, 25 бас қазақтың жабайы жылқысын, 400 бас байыз тұқымды қойларын алуға ниеттеніп ұсыныс жасап отыр. Осы игілік бағдарламасы бойынша негізінен игілік бағдарламасы нақты әрі біздің қолымызға жаңағы нелері келген жоқ, қолданысқа нақты енгізілген жоқ. Елдің бәрі осы бағдарламаны өтіп отыр.
Nesiye Korporatsiyasi akционерлік қоғамының мал шаруашылығы салаларын несиелендіру, іскер агробизнес, ауыл өсімдік шаруашылығын несиелендіретін кең дала екі бағдарламалары бойынша аудан шаруашылықтары несие алу жұмыстарын қазіргі кезде жүргізіп жатыр. Алатын адамдар бірақ жаңағы агробизнес бағдарламасы бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемесі былтырдан көп 23% көлемінде қалуда. Сондықтан көршілігі бұл бағдарламаға қойды. Жұрттың көңіл қызығушылықтарын тудырғаны жаңағы игілік бағдарламасын алып 6%, соның бағдарламасы бойынша 2,5% кредитте алуға ниет білдіргендері көп. Сондықтан біздің бүгін жаңағы Зайсанның кәсіпкерлер палатасының директоры Әбдірәлі Қанатпен біздің бөлім мамандары ауылдың жұмыстарын жүргізіп жиналыстар өткізіп жатыр. Ауыл аманаты ауыл тұрғындарын қолдау бағдарламасы бойынша ауыл тұрғындарын қолдауға бағытталған несиелік бағдарлама бойынша жұмыстар Зайсан ауданы бойынша да жүзеге асырылуда. 2023 жылы аталған бағдарламаның 32 шаруашылықтар мен жеке кәсіпкерлер 176-да 4 миллион теңгенің несиесін алды. 2024 жылы 3 кәсіпкер, 1 шаруашылығы, 1 ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің ұсынған 5 жобасы шешімін тауып, олар 61,7 миллион теңгенің қаражатын алды. 2025 жылы 1 шаруашылығы, 1 ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі 3 жеке кәсіпкердің ұсынған 5 жобасын алды. Олар ауыл аманаты несиелік бағдарламасының 45 миллион теңгенің қаражатын алды. Оның азайып кеткен себебі соңғы 2 жылда бұл жаңағы ауыл аманаты бағдарламасы бойынша жаңағы мал бағыты бойынша несиелер жүргізу тоқтатқан болатын, соған байланысты бұл азайып кетті. Ал 2026 жылы ауыл аманаты несиелік бағдарламасымен ауданға 245 миллион теңге несие қаражаты бөлініп отыр. Қазіргі уақытта аталған қаражатты игеруге жұмыстар атқарылуда. Осы орайда несие алуға Өскемен аудан микроқаржы ұйымына 1 ауыл шаруашылық өндірістік кооператив, 2 шаруа қожалықтары, 2 жеке кәсіпкер, соның бөлігінде 3 миллион теңгені құрайтын 5 жоба ұсынып, олардың ішінде Біржаналы округінде Асылым 2024 ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі Малбордағы 17,5 миллион теңгенің жобасы қазіргі уақытта шешімін тапты. Қаражатын алып қалғандары жобалар қаралу үстінде. Жаңа құжаттарды қабылдау Зайсан ауданы кәсіпкерлер палатасының Зайсан ауданы бойынша филиалы бойынша атқарылуда. Құжаттардың дайындалуына Өскеменге апарып қорғауға өткізіп жатыр. Өздері әлі түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ауыл тұрғындарын қолдауға бағытталған ауыл аманаты несиелік бағдарламасының ауыл тұрғындарын таныстырып, түсіндірме беру жұмыстарын бағытталып жатырмыз. Ағымдағы жылы 23 қаңтар облыстан келген арнайы ақпарат аудан тұрғындарымен кездесіп, осы аталған бағдарлама аясында кең көлемде ақпарат жұмыстарын атқарған болатын. Осы залда жинады, түсініктеме берді. Мал бордақылау алаңдары бойынша Зайсан ауданы Қаратау ауылдық округінің Әбділ ауданының Ақтай шаруашылығының басшысы Семеншеван ауданының мал бордақылау алаңы 2022 жылдан бастап жұмыс атқаруда. 2025 жылы бұл бордақылау алаңы талаптарға сай жаңа есеп нөмірі алынды. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде мына көп шаруаға мына қиындықтар туып отырған шаруа қожалықтарына есеп нөмірі алу жаңағы мәселе болып тұр. Себебі көбінің жаңағы ұстап отырған мал қоралары, үй-жайлары жаңағы стандартқа емес, есептік нөмірді алу үшін бұның жаңағы стандартқа сай болу керек кездеген. Сондықтан осы мәселе бойынша кішкентай шаруаларда біраз нелер бар. Ережелер бар. 2025 жылы бордақылау алаңына 323 бас ірі қара малды сөндіріліп, 65 тонна ет өндірілді. Алтын ауыл округі бойынша Байыртау учаскесінде Әмір темір серіктестігінің 2019 жылдан бері 700 басы қаран семірту үшін пайдаланған мал бордақылау алаңына 5000 басы қаран семіртетін бордақылау алаңына кеңейту жұмыстарын жүргізіп, жұмыстары 2025